Бәріне сәлем достар. Балалық шақ өмірдегі ең күшті кездер. Үлкендердің қиыншылықтарынсыз, күнде азаннан кешке дейін еш уайымсыз ойнайтын кездер. Біз бұны әшейінде бағаламаймыз, өскеннен кейін қатты өкінеміз. Бірақ та бұны мойындау керек. Кішкентай кезімізде өзімізге зиян тигізетін ақымақтықтар көп жасаймыз. Мысалға, ағаштарға өрмелейміз, темірлерге өрмелеп ойнаймыз. Немесе ата-аналарымыз тиым салған жерлерге барып ойнаймыз. Кейбір балалар ұзаққа кетеді. Бандиттер, жокерлер туралы кино көреді. Соларға еліктеп, ұрлық жасайды. Бүгінгі видеода біз сіздерге кішкентай балалардың қызықты ұрлықтары туралы айтамыз. Олай болса, кеттік. Кейбір балаларға үй жануарын ұстауға ата-аналар рұқсат бермейді. Мысықтың артынан ешкім жинағысы келмейді, ал иттің қыдыруға көбісі ерінеді. Ондай отбасында өскен бала кішкентайынан бастап тасбақа, тышқан секілді жануарларды асырайды. Бірақ бала мысық алғысы келеді, оған рұқсат етпейтін отбасылар да. Мынау балаға ата-аналар мысық ұстауға рұқсат бермеген секілді. Бірақ мысықты ұрламақшы болды. Видеода көріп тұрғаныңыздай біреудің үйіне кетті, сол үйдің мысығын алып кетті өзімен бірге. Оны көрген мысықтың иесі милицияға барды. Милицияға барғанда бәрі түсінікті болды. Бала біреудің мысығын бірінші рет ұрламаған екен. Бала баяғыдан мысық ұрлайтын болып шықты. Милициямен сөйлескеннен кейін бала мысықтың жібергенін айтты. Оның қайда екенін білмейтінін де айтты. Бұдан кейін мысықтың иесі мысық тапқанға 3,5 мың канадский доллар беретінін айтты. Оны естіген көршілер достар бәрі іздеуге кірісті. Біраз уақыт өткеннен кейін мысықты тапты. Ал бала милиция мен ата-анасымен сөйлесу керек болды. Себебі Канадада мысықтар, иттер жекеменшік зат ретінде саналады. Бұларды алу ұрлаған. Бұл кішкентай бала мүмкін жамандық ойламаған шығар. Көршісінің үйінің алдында ойыншық ойынмен жүргенде. Бірақ бір уақыттарда бір нәрсе дұрыс болмады. Кездейсоқ көршісінің үйінің алдында тұрған жәшікті байқап қалды. Оның сүйіспеншілігі жоғары болған секілді. Бала өзінің машинасынан шығып, жәшікке қарай жүрді. Бірақ оны көтеру балаға қиыншылықтар туғызды. Бірақ көтеріп өзінің машинасына салып алды. Ашу үшін кеткен шығар. Қуанышты болған сонша бала өзінің ұрланған затын анасымен бөліскісі келген шығар. Бірақ анасының ұрыс естіп, 1-2 минуттан кейін жәшікті қайттан орнына әкеп қойды. Өздеріңізге елестетіп көріңізші. Бұны қарап отырған көршілердің түрін. Бәріміз осындай жағдайлар тап болған шығармыз. Кинотеатрға попкорн алмаймыз деп, кино басталғаннан 10 минуттан кейін өкініп отырамыз. Ал попкорн алсақ, бірінші рекламадан біткенше кейін жеп қоямыз. Бұндай жағдайда өздеріңіз достарыңыз көмектеседі. Бірақ сенің көршің танымал болса, көрінбей қалу мүмкін емес. Бірақ бұл қызды тоқтатқан жоқ. Ол қыз бірнеше жыл бұрын өзінің анасымен волейбол көру үшін келген. Олардың қасына британ ханзадасы Гарри отты. Бірақ ол оған қарамай, оның попкорн біртіндеп жей бастады. Бәрінен қызықтысы, Гарри басына бәпше көңіл аударған жоқ. Біраз уақыт өткеннен кейін ол көрді. Ол қызбен кішкене ойнай бастады. Егер видео ұнаса лайк басып, подписка етіп кетіңдер. Сау болыңдар. We'll be right back.